Отан. Бұл сөз әр адамның жанына жақын, жүрегіне жылы тер сөз. Осы сөзді астарында қанша мағына жатыр десеңізші. Отан. Бұл біз тұрып жатқан жер. Отан деген сенің туып өскен, кіндік қаның тамған жер. Ата-анаң, досың. Отан бұл біздің ата-әжеміз, әке-шешеміз, туыстарымыз. Әрбір жаңа өзің отбасы, туған туыстары, жолдастары ыстық болса, отан да адам баласына солай да ыстық. Отан десе адамның жүрегі езіліп, онан алар орны тым ерек болады. Мен үшін отан құндылықтарды, материалды тасымалдаушы емес, бұл жан сезім. Мен Қызылжар ауылында туып өстім. Қызылжар өңірі тұнған шежіре. Бадам өзенін жағалай орын тепкен біздің елді Қызылжар елі деп атайды. Менің туған ауылымда тарихи оқиғалар көп болғанын оқып білдім. Мысалы, орта жүздің ханы Абылай ханның тікелей ұрпағы Сыздық сұлтан менің өңірім Қызылжарда соғыс алып барған. Ол орыстармен соғысып көптеген жылдар бойы жалғасқан. Сол жылдағы мәліметтерге қарағанда мыңдап адамдар қаза тапқан және орыстар өзінің 17 атынан айырылған деген мағлұматтар бар. Тағы да бір қандай деректерге келіп айтатын болсақ, 1866 жылы Верещагин менің ауылымды суреттеп, орыс қоғамын таңғалдырған. Ауыл аймағында 3 мәдени ескерткіш бар, 2 мешіт бар және де 300 жылдық тарихы бар Сыпырған ата мазараты бар. Осы жайында мынадай аңыз бар. Қошқар ата бір күні өзінің баласына таяқ береді. Мына таяқты жерге сызып Түркістан жаққа кете бер, артыңа қарама дейді. Баласы таяқты сызып бара жатқанда сызған жерден су шығады. Біреу оны шақырғандай болады. Арқасына қарағанда ешкім көрінбейді. Сол жерді су бұрылып ағып кетеді. Сол жерді халық су бұрылған деп атап кеткен. Жалғаса келе Сыпырған ата мазаратына айналған. Менің кіші отанымның тарихына менің мектебім әлбетте кіреді. Мектебімнің 90 жылдық тарихы бар. 1936 жылдан 1962 жылға дейін Сталин мектебі деп аталған. 1962 жылдан 2020 жылға дейін Хамза атындағы мектеп болды. Ал қазіргі таңда Сабыр Рақымов атындағы номер 53 жалпы орта білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып атауы өзгерді. Қызылжар ауылынан Ұлы Отан соғысына 450 адам қатысты. Олардың 141-і соғыстан қайтып оралмаған. 250 кісі тылда еңбек еткен болып, қазіргі таңда Сабыр Рақымов атындағы номер 53 орта мектеп ауласында орнатылған ескерткіш бар. Мен осындай мектепте білім алатыныма қуанамын. Тарихы мол өлкеде туып өскенімнен мақтанамын. Отан тек қана жер мен су ғана емес, ол халықтың мәдениеті, тілі мен дәстүрі сақталған қасиетті мекен. Оны сүю, қорғау, қадірлеу әр азаматтың міндеті деп білемін. Осы кіші отанымның әрі қарай гүлденуіне, ұлғаюына нық сенімдімін.